Түркістан облысы Түлкібас ауылында күн сайын бір көрініс қайталанады. Пойыз өтеді, жүздеген көлік күтеді. Ата, ассалаумағалейкум. Осы жерден күнде өтесіз ба? Осы кептелістен? Өтемін күнде. Мектепке барамын, былай өтемін, базарға барамын. Күнде өтеміз. Енді бұл жердің кептеліс сұмдыққа айтары жоқ. Енді бір сағатта тұратында кездер болады. Кептелістен артынасың берді басырдым. Күнделікті көретін осы. Ертеңін мектеп бастырады, уақытынан өлевойда барамыз, садикқа барамыз. Басқаларға поликлиникаға барамыз. Скорыйдың өзі, пожарнелерге дадым қиын ғой енді. Не только біздерге. Кептеліс күшті болып тұр. Ең ұзақ уақыт қанша күтесіз? Енді ұзақ болғанда неге мына бер жақтан мысалы шеті Қалсабайға дейін тұрады ғой, запырап. Арқаласы тола үйге дейін кетеді. Сағаттап тұрған кездер болды. 5-6 пойыз өтеді кейде. Бізден. Күшті бұның несі болмайды. Аға, күнде осындай кептеліс бола ма мұнда? Кейде 4 пойыз өтеді, 5 пойыз өтеді. Күнде жұмыстан кеші келеді. Бір өткенде 5 пойыз өтеді? Жаңан алдында да өтті сағат 8-де. Жұмыстан кеші Астай болсын. Енді алдағы уақытта қандай бір өзгерістер бола ма, болмай ма? Болып деп адым, көпір баяғыз жақ болады. Жаңғыз бер емес енді халықтың бәрі де шулап жатыр ғой, күнде айтатыны. Осы период қашан болар екен, осы қашан болар екен. Бұл мәселені қалай шешуге болады деп ойлайсыз? Енді мәселені жоғарыда білетін жайын айтылып жатыр ғой, күнде көріп жатырды. Өздері де көріп жатырды көзбенен. Яғни жақтан айналып өтетін басқа период жоқ. Бұрынғы период бенен ол жауып тастады. Жауапты кімнен сұрайсыз? Әкімшіліктен ба? Темір жол ма? Біздердің білуіміз енді әкімшілікке қарайды. Не қылады жоқ, білмеймін мен темір жол бола ма, енді бұны жоғары жақтандарам айтылып жатыр ғой дүнияда да. Сайлаған депутаттарым айтып кеткен, көбір болады, бірақ қаласа не болады деп айтылады әңгіме. Бірақ болған жоқ әлі. Соңғы не жабылды енді көрді ғой, әр 5-10 минуттан, ары кетсе 15 минуттан жабылып тұрады. Арасы 10 минуттан ау даже. Тезде жабылады. Сұмдық жолдың залинияда адам көп, бер жағында да көп. Аяғда емес, машина да көп, пойыздың өтуі де көп. Халық та ары қарай тау жақта көп қоныстанып кеткен. Жаңа ғана жабылды, машиналар өтті, енді қайтадан кептеліс болады. Минут 5 минутта аралығы, 10-15. Мектеп пойыз келмесе жақсы, пойыз келмесе тұрады, ашпайды. Мектеп пойыз
қолға алып жатқан жоқ па басшылар? Парламент айтып жатыр ғой, емес береді. Парламент деп айтты ма? Парламент айтылды ғой. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, станция Түлкібаста темір өткел бар осы жерде. Біздің пациенттерден ақы айтып шықты. Теледидарда айтылды, интернетте. Парламент депутат сөйледі. Қайда жол жүріп баратсыз? Астанаға. Мына Түлкібас Астана деп билет алып санаторияға келгенмін, Түлкібастың санаториясына. Ақсу Бағлы деген санатория. Сол 10-да келдім, сол бүгін 24-ті үкіметтен беріп отқан күн жоқшысы. Жақсы демалды, емі бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Мұстары здание, ремонт керек кішкене. Да, санатория демалыс орында, иә. Ремонт керек, а так бәрі жақсы. Обслуживающий персонал жақсы, таза ұстайды. Бәрі навстречу, бірдеме сұрасаң обязательно тауып береді, обязательно алып келеді. Емдерімізді алдық, массаж бар, басқа да нелер бар. Өте жақсы. Сіз енді алғашқы келуіңіз ба бұл? Бұл алғашқы бірінші келгенім. Алла. Қалай білдіңіз сіз бұнда демалыс орны бар екенін қалай білдіңіз? Бұнда біреуден естідім, сондай жағы Бағлы деген санатория жақсы деп біреуден естіп, онда тәуекел көрейік деп билет алып, не алып, путевканы алып келдік. Өкініп отқан жоқпын, ауа райы өте жақсы, күшті. Енді барынша адамдар деген жақсылық жасап жатыр, барынша қолдарынан келгенше. Солай енді басқа, міне бүгін күнім... Тағы да келем деген ойыңыз бар ғой? Бар, күнім бітіп, міне бүгін шықтым, бірақ әлде де ойым бар. Алла тағаладан сұрайтыным, нәсіп етсін, ендігі жылда Алла тағала осындай санаторияға мүмкіншілік болсын деймін. Денім сау болып, жүрсем келгім келеді. Қай қаладан боласыз? Мен өзім Ақтау. Батыс жақтан боласыз. Астанада балам тұрады. Балам үйіне баратырмын Астанаға. Мұнда туысқандарыңыз еш жоқ? Мұнда Түлкібасқа туысқан ешкім жоқ. Солай, ауа райы да жақсы болып тұр. Табиғаты тамаша. Бәрі жақсы. Алла тағала тыныштығын берсін, соғыс болмасын. Демалу несі, төлемақысы сізге қымбаттау болған жоқ па? Менікі екінші күні па. Ақысы? Инвалидный, сол себептен менікі бесплатный. Тегін, не? Иә, тегін үкімет берді. Үкімет беріп тұрады, жылына бір рет береді. Жақсы, келіп тұрыңыз Түлкібасқа. Жақсы. Рахмет сұхбатыңызға. Аман сау, аман есен жетіп алыңыз. Ағы жол сізге. Отырған күтіп. Есіміңізді айтасыз ба? Есіміңізді айтасыз ба? Есіміңізді? Есімім Рахима. Рахима апай, рахмет сізге. Әлі де 2 сағаттай уақыт бар, бірақ ерте барып отырған түрім ерте келді. Солай. Ғұмырыңыз ұзақ болсын. Сау болыңыз.